ондық бөлшектерді оқу және жазу, ондық бөлшекті жай бөлшекке және жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру. Біздер осы кезге дейін жай бөлшекті бөлшек сызығы арқылы жазғанбыз. Енді біздер ондық бөлшекті өтеміз, біз оны үтір арқылы жазамыз. Бізде аты айтып тұрғандай ондық деп тұр ғой. Демек біздің егерде жай бөлшегіміздің бөлімі 10, 100, 1000, 10.000 деген сияқты ары қарай кете беретін болса, яғни 10-ның дәрежелері болатын болса, мысалы мына 10-ның квадраты 100 ғой, 10-ның кубы 1000, 10-ның мысалы 4-ші дәрежесі, яғни 10-ды 4-ге көбейтсең 10.000-ға тең деген сияқты. Егерде жай бөлшектің бөлімі осындай сандар болатын болса, біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Мысалға 3,10-нан 2 деген бізде аралас санымыз берілсін. Енді осыны ондық бөлшек түрінде жазайық. Біздер алдымен бүтін санды жазып аламыз. Бізде бүтіні 3 болып тұр ғой. Демек, бүтін санды жазып аламыз, одан кейін үтір қоямыз. Ал енді бөлшек санды жазайық, бөлшек бөлігін жазайық. Бізде мынандай ереже бар. Егерде бөлшектің бөлімінде қанша тал 0 болса, үстінде сонша тал цифры болу керек. Мысалы, мына жерде 1 тал 0, мына жерде 1 тал 2. Яғни, мына жерде 1 тал 0 болса, үтірден кейін сонша тал цифры болу керек. Яғни, жай ғана 2-ні саламыз. Мысалы, 5,100-ден 43 делік. Алдымен бүтінін жазып аламыз, 5 деп. Одан кейін үтір қоямыз. Мына жерде 2 тал 0 тұр, мына жерде 2 тал цифр тұр. Демек, жай ғана 100-ден 43 деп жазамыз. Ал енді, мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалға, 16,1000-нан 51 болсын. Бүтінімізді жазып аламыз. Бізде бүтініміз 16 болып тұр. Одан кейін үтір қойып аламыз. Ал енді қарасыңдар, мына жерде 3 тал 0 тұр, бірақ мына жерде 2 тал ғана цифр тұр. 5 пен 1. Біздер енді оны 3 тал болу үшін алдына 1 тал 0 тіркейміз. Яғни мына жерде 3 тал 0 тұр, мына жерде 1, 2, 3 тал цифр тұр. Яғни 16,1000-нан 51 болады. Біздер үтірден кейін 3 тал 0 тұр, үтірден кейін 3 тал сан болу керек. Мысалға, 241,000,000-нан болсын. Миллионнан, мысалға, 111 болсын. Ал енді, бірінші бізде бүтініміз 241, оны жазып аламыз, одан кейін үтір қойып аламыз. Енді мына жерде 6 тал 0 бар, бірақ мына жерде 3 тал сан бар. Яғни тағы да 3 тал бізде жетіспейді. Мына жерде 0, 0, 0, 1, 1, 1 болып 6 тал цифры болды. Мына жақта 6 тал 0 бар, демек бізде 241,000,000-нан 111-ге тең. Тағы да мысал келтірейін. Мысалға 8,000,000-нан 1 болсын. 8 жазып аламыз, үтір қойып аламыз. Мына жерде 1000-да 3 тал 0 бар, мына жақта 1 тал цифр бар. Демек 2 тал 0-ды алдына тіркеп аламыз. Мына жерде 3 болды, мына жерде 3 болды. Демек 1000-нан 1 деп осылай жазамыз. Ал енді мен керісінше ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруды үйретейін. Мысалы 8,35 деп айтайын. Қазірше мен толық оқып тұрған жоқпын. 8 деп тұр, яғни 8 жазып аламыз да, біздің жаңа кәдімгі жай бөлшек сызығымызды сызып аламыз. Енді мына жерде 2 тал цифр тұр ғой. Демек 2 тал 0 болу керек. Ал мына 35-ті жаза саламыз. Мысалы, мынандай сан болуы мүмкін. Біз оны 8 жазып аламыз. Мына жерде 4 тал цифр тұр, демек 4 тал 0 бар, ол бізде 10.000 болады. 10.000-нан, мысалы 0,035 деп жазсақ болады, бірақ біздер алдына 0 жазып керек емес. Мен өші салайын. Жай ғана 10.000-нан 35 бола салады. Немесе, мысалы 8,35
3 болсын. Қаншадан екен айтпадым. 8-дің өзін жазып аламыз. Бөлшек сызығын сызып аламыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 тал цифр бар. Бізде 6 тал 0 бар. Ол біздің миллион санымыз. Яғни миллионда 6 тал 0 бар. Соңындағы санын жазасың 3 деп. Болды. Соңында 35 болса, 0, 35 деп жазасың. Тағы бір мысал келтіремін. Мысалы 9 бүтін 1000-нан 43 болсын. Ой, мен керісінше жазып жүріппін ғой. Керісінше ондық бөлшек жазу керек еді. Мысалы 9 бүтін 0, 0, 0, 3, 2 болсын. Демек, 9 бүтінімізді жазып аламыз. Бөлшек сызығын сызамыз. Мына жерде 5 тал 0 тұр. Қай санның 5 тал 0 бар? 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 100 мыңның. Және соңындағы, алдындағы 0-дер жазбай қойымыз, соңындағы 32-ні жаза саламыз. Демек, сендер оқыған кезде қанша тал сан бар? Оқыған кезде сол қай санның сонша тал 0 бар, соны естеріңе түсірілген керек. Одан кейін соңындағы 3 болса 3, 35 болса 35, 43 болса 43 деп оқи саласыңдар. Жазған кезде де міндетті түрде 0-дерін ұмытпаңдар. Себебі мысалға жай ғана 35 деп жазатын болсаң, ол 100-ден 35 болады да. Ал мына жерде жай ғана 35 деп жазсаң, а бізге керегі 10 мыңнан 35 болса, онда бізде санымыз екеуі екі түрлі болады. Ал енді айналдырып үйрендік, енді сендерге тағы бір нәрсе көрсетейін. Бұл біздің кесте. Енді біреулер мысалға жаттай алмай жатады. Қанша мыңнан екен, 100-ден ба, 10-дан ба, 1000-дан ба деген сияқты. Мысалы мен ортына жаққа сан жазайын. 53 болсын. Бір болсын, иә. Осы санды қалай оқу керек екенін мына кестеге жазайын. Бірінші үтір тұр. Міне үтір тұр мына жерде. Үтірдің алдында 53 деген сан тұр. Демек 53 деп жазамыз. Енді 0, 0, 0, 312 деп жазайық. Әрқайсысын бірнеге жазамыз. 1, 4, 5 жазамыз. 0, 0, 0, 312. Мына соңғы санымыз миллионға жетіп тұрса, демек миллионнан 312 болады. 53 бүтін миллионнан 312. Немесе 12 бүтін 0,35 болсын. Иә, мен әдейі оқымай тұрмын. Үтірі тұр міне. 12-сін мына жаққа жазамыз. 0,35-ін мына жаққа жазамыз. Мына 5 деген санымыз бейт 1000-ға жетіп тұр ғой. Тек 1000-нан 35 болады. Мысалы 12 бүтін 0,035 болатын болса, біз оны уже 1000-нан деп оқи алмаймыз. Себебі 0,035 болған кезде, ол уже бізде 10 мыңға кетіп қалады. Яғни, мынау бізде 10 мыңнан 35, ал мынау 1000-нан 35. Мына жаққа 12-сін жазып қойын. Немесе 12 бүтін 3 тал 0 жаздық, мысалы 1 тал 0 жаздық. Енді мына жаққа арғылы өздерің миллион, 10 миллион, 100 миллион деп кете берсіндер де болады. Неше жазайын? Жай ғана 35 жазайын. Жай ғана 35. Жай ғана 35 болады мына жағында. Мына жағында 12 қалай берсін. Демек 35, мына бізде 100-ден деп тұр. Яғни 12 бүтін 100-ден 35. Мынауымыз бізде 12 бүтін 10 мыңнан 35 болды. Және мына бізде 12 бүтін 1000-нан 35 болды. Үшеуінің айырмашылығы 3 түрлі. Оқылуы 3 түрлі. Жазған кезде де осылай бағанағы шарттарды ескеріп жазуымыз керек. Нөлдерін ұмытып кетпеуіміз керек.